Бірақ тек физикалық емес, рухани жағдайда маңызды. Ұзақ өмір сүретін адамдардың бәріне ортақ бір қасиет бар, өмірге деген жақсы көзқарас. Олар ешкімге ренжімейді, шағымданбайды, керісінше әр күннен қуаныш табуға тырысады. Тіпті операциядан кейін де, маған үйге бару керек, бақшам, немерелерім күтеді деп күліп тұрады. Осындай өмірге құштарлық ең жақсы емнің бірі. Зерттеулер көрсеткендей, өмір бойы ақыл-ой еңбегімен айналысқан адамдардың миы ұзақ уақыт сергек сақталады. Өйткені мида бұлшықет секілді, егер оны жиі жұмысқа жекпесең, әлсірейді. Ал тұрақты қозғалыс пен ой еңбегі ми мен дене үшін ең тиімді жаттығу. Күніне кем дегенде 40 минут таза ауада жүру денсаулыққа зор пайда келеді. Ол стрессті азайтып, ұйқыны жақсартады, қан айналымын реттеп, қысымды қалыпта ұстайды. Зерттеулер көрсеткендей, күніне шамамен 10 000 қадам жүру инфаркт пен